Баянды болсын қазағым, тәуелсіз күннің ендігі. Қазақтың дархан кеңдігі, басыңнан кешкен жер мұны, бабаларымның ерлігі ежелден бізге белгілі. Баянды болсын қазағым, тәуелсіз күннің ендігі. Баянды ғұмыр сүремін, иманға толсын жүрегім, қайратты болсын тілегім, тек бақытыңды тіледім, жасай бер менің ұлы елім. Бір алла болсын тілегім, баянды ғұмыр сүремін, иманға толсын жүрегім, қайратты болсын тілегім, тек бақытыңды тіледім, жасай бер менің ұлы елім. Інісі болып кеткен, екеуі сонау бала кезінен дегенде Ленин атындағы орта мектепті бітірген, бірге бітірген. Одан кейін екеуі екі жаққа кеткеннен кейін де сол 80 жылдар екеуі қайтадан бірге қосылып, өмірінде бір университетте екі профессор партиядан шыққан қызметті бірге істеген. Сіздердің алдарыңызда 20 партия совхозы, бұрынғы Қызылқұм ауданының орталығы, қазір Қызылқұм ауылының әкімдігінің тумасы, Бегім Серіковтің інісі профессор Бөрі Исанов тыңдап отырсыздар. Төрлетіңіздер, сонау Шымқаладан келген Ермекбай Болат көгі, төрлетіңіз көгі, Бөгенбай көгі, Бегалы, төрлетіңіз. Зәуірбек.
әріптестермен жүздесіп, әріптестер болып отырғанымыздың себебін түсініп отырған шығарсыздар. Бұл туған жер даламмен аласұрып менен аман келемін. Бір метр махаббат саған деген, бір метр жүрек анам дегендей, қызылды қомменен, базардың жолында қиылысқа қасиетті қабат қара топырағында дүниеге келген мен бегім Серік көкемнің бүгінгі күні тек қана өзі емес тастауға жүзгенше апамыз Алтынай, атамыз Серік осы кісілердің барлығын ағаларының інілеріне үлкен кәдімгі ет жасап сіздерге бата алып құран оқып дәм татқызып одан кейін мынау көкпарды тамашаласын деп ұрпағы шақырып жатыр. Сондықтан құрметті жастар, біздің елді ғана емес, аймақтың емес, біздің осы Қазақстанның жердің қазақтардың абыздың қатарында қосылған жерді осы өзіміздің ауылда ақсақалы көкемменен қойып отырып бірге жүріп қызмет істеген, мен қазіргі кезде 90 оқымдаған көкем тойып көкем отыр. Тойып көкем бақа берсеңіз, кейбір құран жасап алсақ, одан ары қарай бастасақ. Көкем, микрофон сізге. Ассалаумағалейкум. Құрметті жерлестер, бауырлар, айналайын. Бүгін енді жаңа мынау Әкен айтқандай, бәрімізге өте құрметті азамат, ауданның құрметті азаматы, Өзбекстанның құрметті азаматы дегендей де айтса болады. Екеуінің балдары, ұрпақтары, немерелері бәрі қосылып ол кісіні еске алып, бүгін бірге құрамасы бар. Ол кісінің қатарында ең қосылды оны әке шешесі қайтып қалған аға енелері бар дегенде ол бәрі қосылып бірге құрамасы болатын. Құрамасы деген енді кейбір адамдардың өзінің өткен құрметті адамдардың артынан келіп отыратын үлкен бір сауапты іс қойып, сауабы көп болсын, ақшам ниеттерге жеткіземін деп. Енді басқа кісілерге айтқанда деген біраудай хамсыз айту керек. Деген осы елдің көз алдында өскен болса елдің жердің қаласы президенті болды. Бірақ Қоршық, Өзбекстан, Республикасында, Тоқсан халқының арасында қызмет істеді. Оларға көп құрметке сыйға негіз болды. Өзбекстанда адамдар бар ма? Бар. Мына отырған кісілер бәрі Өзбекстанда. Мына стол. Ол Хамзаев бастады. Рахмет сіздерге. Осындай екенде президентті бірге сескен едік деп келіп, бірге Құранға болайық деп келгендеріңізге үлкен рахмет. Елдеріңізде тыныштық, қуаныш болсын. Ал енді Шешен деген азамат елге көп қызмет жасады. Бірнеше ауданды басқарды. Облыстық деңгейде Өзбекстанда қызмет істеді. Оларға кеңеске қатысты болды. Бірге осылар әрине үлкен құрмет, сый, абырой дегендей. Бұлар Кыргызстандайына жаза бермейді. Оны үйге бір адамдардың елдің ауыры азаматтарына нәсіп болатын үлкен хаққа болады. Бүгін Құдайға шүкір аты жақса, өсіп өнген ұмбат болды. Кең әулеттен туып, бір
Türk olduğunu olarak bir artık Allah önceden süreçte ve başka Allah'a ama şu köyün halklarına niyetleri kabul olsun. Niyetlerin kabul olsun. Aslında olsun. En sizin şartlı başlık sağ toplamayı. Rahmet aynalayın. Toy parlı sarayısın. Var bu kadar için rahmet. Hürmetli yaşlı pazar etmesidir. Rekkoğun mental katar. Böyle olsun birge жүргеннен кейін басқа тешегін істесе ол асық етпейсіздер, ол керек нәрсе. Ал енді алғанымыздың имамы Құран микрофон. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli ақсақалдаталар, ағалар, бауырлар, ақ жаулықты аналар, ас беріп атқанына Серік жәргеміздің жүнісінің атамызға, Алтынай Кенжебай қызы ақ жаулықты әжемізге, Сафархан Серік ұлы ағамызға, ардақты әкеміз, бегім Серік ұлына бағышлап, аяулы ақ жаулықты анамыз, ұл берсін Тұрсымұрат қызына бағышлап, жатқан жерлері жайлы болып топырақтары торға, жатқан жерлерін Құранның нұрымен нұрландырсын. Раббана ғфирли вәли валидайя вәли стазия вәли мүминина яума яқумул хисаб. Алла беріп атқан садақа қабыл, мұрат асыл болсын. Алла Тағала еліміз тыныш, ер азаматымыз аман, Алла патшаға сабыр берсін. Ниет қабыл, мұрат асыл болсын. Аллаху акбар. Рахмет. Ал құрметті жастар, дастархан ашық, қолдарыңыз бос, басқа қыраңыздар. Енді құрметті жастар, бүгінгі күннің жалпы тарихын айтып өтті ғой мына жерде. Мен қайтадан бастасам, соны қайталайын деп тұрмын. Сондықтан бүгінгі күннің ағалары бар, екі ағасы отыр осы жерде. Біреуі менің Ермекбай Болат көкем, сыр бойының кәдімгі көн тақымды Ермекбай атанған, атақты Шабандоз Ермекбай атамыздың баласы. Көкем қазір 90 алдында болған. Сонда да көп адамнан бұрын інімнің осы ниетке жете істеп келіп отырған көкемелге рахмет айтып отыр. Көке, Болат көке, сіздің бері қарай шақырамын, беріп келіңіз. Беріп келіңіз, Болат көке. Артқанды трагесі, сол өзі көкті болу, көктің үшін байлар жандардың ішінде Елбақбай атасымызы, сол Елбақбайлардың ең үлкен ақсақалымыз бүгінгі батагөйіміз танысы Егемай көке, беріп жағыптарыңыз. Көке, микрофон сізге.
дос жарандар, құда жөрлеттер, бүгін мынау Бекім Серікұлының балалары, ұлдары, ұрпақтары әр уақытта еске алып, қазақ айтқан ғой, ата көрген оқ жанар, шеше көрген тұқым пішер деп. Міне атадан көрген алған ілімдерін ары қарай жалғастырып жатқан азаматтарға үлкен рахмет айналайын балаларым. Өсіңдер, өніңдер, әкеңнің жолын берсін. Әкем сияқты елге белгілі, танымал, қадірлі азамат болыңдар. Енді айналайын айтарым, мынау әкелерің, аналарың ұлы өсін, елге танымал, қадірлі азаматтар еді. Бекім Серікұлының елге, жерге, әулетке сіңірген еңбегі шексіз. Оның бәрін бір ақта айтып тапсыру өте қиын. Менің айтарым, балаларым, мынау жаңағы айтқаным, өніп өсіңдер, әке жолын берсін, ана жолын берсін. Бүгінгі беріп жатқан астарыңның иісі, оқытып жатқан Құран аят сауаптары ата-бабаларына, аруағына, әке-шешелерінің аруағына тие берсін. Солардың жатқан жері жарық болсын, жаны жәннатта болсын деген тілек айтқым келеді. Құрметті асыға жиылған көпшілік, құрметті ағайын, бұл Бегім ағамызды мен өте жақсы білем. Қолында бірге сенім, мені тәрбиеледі, жұмысқа қойды, көп қызметтерін мен істедім. Ал құрметті ағайын, бұл Бегім ағамыз екі елге, Өзбекстанға, Қазақстанға еңбегін сіңірген адал адам еді. Ал енді бұл кісілік еңбегінің орысшыл өмірінде мәңгі есте қалатын жағдай бар. Ал енді осында Өзбекстаннан келген біраз кісілер болса керек, ол кісілерді осының жақсылығын айтар. Ал енді құрметті ағайын, бұл кісі мынау балалары, айналайын інілерім, міне бүгін ас беріп, елді жинап, үлкен тірлік жасап отырсыңдар. Міне осы ниеттер қабыл болсын. Алла разы болсын. Ал енді бүгін жаққан жерге келдім, жайлы жатқан жерде сондай жақсы болсын. Аман болайық, осындай кездесулер, жақсылыққа кездесе берейік. Жақсы болсын. Рахмет, бүгін сөйледім деп тұр. Сондықтан ақсаңыздарға бір шапат. Ал енді осылай ел абзал
өзі жалаңтөстігін көрді сағындық болса, сағындықта қараған бегім бегімнің әкесінің ағасы әділбектің баласы осы жерде біздің Қызылқұмның имамы Тасмағамбет бауырымыз микрофон ұсынып бауырымызға. بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار متشابهات ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله والصحابة أجمعين. يا الله تعالى بندمنا جابر دستخانın cezan niyeti Allah Teala kabul etsin. Oysa kasvetli ayakta mutlaka Ceytulu sevgi ömürlerine Ahmet Ceytulu ömürlerine Sevgili Sabarhan ağlarımız ömürlerine O soğan Kur'an-ı sahabı Sevgili Beyzbuk'un ömürlerine Kurşun Muratlı'da O mevki gezginin kurtlarını nasip olayım. Allah Teala bu sevginin ahiretlerini bin şimşirin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini nasip et. Bununla ortak fikrin Başkalarınızın, başkalarınıza, akrabalarının sansız sohbetinin nasip edip Dualarsa Allah Teala niyetleri sabitsin. Allah Mikrofon. Olmasa degende kеше ғана өзіміздің Қызылдың қолын екіге бөліп, ағарымызша басаша жасап Өзбекстанға өткізіп, содан өзіміздің ауылда қатардағы инженер райкомның қызметкері болып жүрген кезде көкем қалып барып сол жерге аудандық партия комитетіне органдарда қызметке қойып, сол депутат бірнеше рет болды. Сол жерде көкем бірнеше достар, інілер арттырған. Сол өзінің інісінен кем көрмей, қасына ертіп жүріп тәрбиелеген. Ақырында осы Өзбекстандағы мәселенің бәрін мен нені айтайын деп қойған. Осы жерлердің құрметті бауырымыз көкемнің інісі осы кім отыр мынау біздің Хамзаев әбеке, сіз өзіңіз бері келіңіз, қайдасыз? Абдулхалов Хамзаев, бері келіңіз. Сіздің алдыңызда келе жатқан жүрек көкеммен бірге Мырзашер ауданына барғанда көкемнің оң қоласан, көкемнің орынбасары атанған біздерге бауыр болып кеткен мынау Хамзаев мырза сіздердің алдарыңызда. Сіз әбеке, сіздердің көкеммен бірге қызмет істеген совхоздың директоры болғанда, қатарлас совхоздың директоры болған, аудандық партия комитетінің төрағасы, бірінші хатшысы болғанда, аудандық атқару комитетінің төрағасы болған ақсақалдар келіп отыр. Барлықтарыңыз бері келіңіздер, Өзбекстаннан келгендер.
bir adam ben bir gün gözü görgen, bir keskeski bir şunlardan o hikayemiz var da Mürtaş'ın Ahtancı degan. Son kitapta bari esnelik yazgan jigitler kepti. Ular kısa benim soralı bir özlerimin bari kömüne tüyüp koygan aygınmeler var eken bir şekilde baştan ben sözlerim ayta versin. Sizler tümlarınızlar öyle kızıp rahmet sizlere. Birisi Nurmat Hacı'na veremiz. Bugünkü köp yılları 21 A deyimiz, 24. Parsiz Safoz'u geldi. Yangıdala Soğuk direktörü olan Begüm Cüretüksün özelliğe şekillendi. Nurmat Hacı. Assalamu alaikum. Aziz mehmanlar. Yegin hizmet getiren yakın olayın karındaş dost, Amerika Tıraş yerleri, koşulları, azizler bu yegin teröristlerimiz bir şahsı 68. yılda bir işleşken var. 68. yılı. Yegin teröristlerimiz Rago Babet'in artık organlarının başlığıydı. Şundan beri işleştik. Bu Gagar bir kısa havalıların Gagar şehrinin hakiki arkeologları yürütülmüş. Halamayız mı Gagar'ın değil, Zerbelat'ta, Nişrayamızda, şu rayon merkezde Gagar'ın merkezi yok, başka rayonlarda. Yürütülmüş. Hazreti İzmir Mehmet'in Cuma Halkı'nın Pasaröftü Reisi Hazreti İlham İlham Kurban'da Allah'a bağlarının yaklaşımına İlham İlham hayırlı nümet çıkardı. Çünkü halkmasının projektini yayınlamış burada. Hazreti İlham şehirleri eski binalar, elinlik, hakim yer, İsmatlarının idarası ve halkına başa genelde binalarda belirtilmiş. Hocam mayıları kadar kim mayıları? Belirtilmiş. Hiç rayonlar merkezler, güzel verdi, hiç rayonlu merkezler merkezler alaylar yok. Biz şimdi 15 yıldan artık rayonlu rakamını boğuşlar, belirtilmiş. Türkiye bu zorda etmelerin belirtilmişlerimiz beni öyle şartlaydı. Beni asasını şekil yapın. Türkiye'de şimdi beni akademi hurmatlarını çağırırdı. Amcamla baradan boğmadık, amcamla yaptık. Bizde teşhir o şapaydı. Musabakat teşhir aliler vardı. Vardı. Tadı zor kutuvadı. Amcamla Yora baba ve kalmazdı bize idarasını verdi şurada ekmeği yapış için yeme olarak verdi. Kızılca'da geçtirin zor kutu aldı. Rahmetine dedim, ben dedim. Kurtakat mı? Başkanına da değişti. Yağmur diye sonra oğlum kökalımızda yakın Kocaman Murat Başılar'la geçirdik. Kızı düşünceyle zor kutu aldı. Kırgızistan'ın o şehrine affetti. O şehrinde hamiler restoranı var iken. O şehirde bize bir format verip ovastırıp o şehrinin omurtu Batı'nın söylediği başını özellikle şehrin zaten yapamadılar. Hazır şunu değiştirip mühendisliğimiz aşırı yeni hükümetlerince diye olarak yok mu? Bunu da söylediği olarak yok mu? Belki neydi derler? Şunun için ben devlet teorisiyle hükümetlerin değilse o da devlet koydu beni. Amışa devlet teorisinin faturasını burada söylediler. Amışa İsrail'dir. Yaşlı insan, rahbar, toplum işlerken bunları rahbaratı ötürümüz uygulayacağım gerekli. Yaşlı işlerken arkadaşlar hiç para söyleniyor. Bir adamın burnunu kanatmaya işletmiş olan. Şunun için Allah'ta obat bozun, şart bozun. Hürmet kılamız biz amca devlet teorisi isteğimiz amca bizim hatıramızda saklanmadı. Sözlerle uğraştık. Gelen
Haktan Salamat olsun. Birimleri bir şeyler var. Amcamız, isterimiz. Biz parkelerine bir iş açtık. Bu alanın hiç kadar geçtim. Biz bu devreleri oğullarımın tane birbirine düştü. Yaşlar dedi. Oğlum taşıyınmamızla bitişteydi. Şunun için biz hem evimizde hemen şu özümüzü burada söylediler tanrıza birbirine bir şey. Ayağımızda maktaşımız hakikaten top. Siz sıradan bir şey geldi. Siz beni yaş veren. Nur'a gidiyor. Şunun için Nur'a bir şey yaşayanlarımız. Sizlere sağlıklı salamatı parazitleri anlaşamamak. Allah bu da yaşlarınızı parazitleri dışarınızı sağlık. Tamam mı? Rahmet Nur'daki endi sözünü verimiz Allah ve dışarı ilişkiye bu kişi hani Ali tayfali kürür bize benim içerisinde birinci halk okuyan kürür yaş gibi okuyan kumange adı kırık madeni merkezinin reisi hemen suda katkılarımız ki üniversitenin yerlerimize bu kişiler reisleşiyor. Çünkü Allah ve dışarı ilişkilerin bitti Bakalım. Burada cevap arasında yapacak. Hurmatli og'aynilar, tushlar, bugun turmushda bir hafta aytib ketdi. So'z endi bir hafta xizmat bo'ldi. Shunday. Rahmat bergan Shu ustoz okumuştum, özün bilimini, tecrübesini yerine alan, bir de çok kişilerin terbiyelerine gösterdi. Ayağı, benim biz bir kişiler işte, hatta starşı mesajlara olmuştu. Yaşlarında terbiye oldu, mesajlarında ustaz hakkında da yok koşuyor, yok mesele koşuyor. Öyle bir yaşla yerlerde hiç özünü yoğun tutmadan kantar yüğün kelinde var özünü kapan peşkun geçti işte. O şöyle bir yaşla yerlerde evet yatacakları zalim olsun da devletten duyulsun asilleri sözünü yapmış olanlara rahmet. Bizde buraya ulusal delegasyon başlat Kadir Ağudanda Ardegelir bölümünün başlığına getirip hayalaka bu ise legitimleştik olunan birleşik direktörlük postlarını kabullamama. İç soğusuluk şehrinin aktarmanından yaş şarkılarının bir hayalaka tülüge. Assalomu alaykum. Acayip ustozimiz to'g'risida gaplar bo'lyapti. Men ham u kishini ustoz deyman. Qo'lida mana bir savxozda partkom sekretaridan boshlab savxoz rahbarigacha birga ishladik. Ulug' allomalarimizdan biri aytgan ekanki, kimki hayotda oliy tirikligida juda ham savobli ishlarni, katta ishlarni qilsa, bu kishinin hayotdan keyin ham mana shu martabasi ulug' bo'ladi dedi. Mana albatta shuni biz duo bo'lib o'tibmizki, lekin Seryoqchilar mana keyingi hayoti ham elimiz orasida katta obro'ga ega. Eslab yuramiz. Biz doimo Mirzacho'lda mana bo'ronalar bilan maktablarda, dalalarda, qishloqlarda uchrashuv o'tkazibmizda u kishining nomini doimo xalqimiz eslaydi. Sabab Mirzacho'lda nihoyatda bu kishini obro'si katta. Ko'p xizmatlari bor. Men o'zi bilaman, mana bizning direktorimiz ayol kishi edi, Inobat Axunova degan. Hammalaringiz eshitgansizlar buni. O'sha yerda Sharof Rashidovich kelardi, bizni dacha derdi, biz doimo kutib olardik. Lekin Seryoqchi bilan birga men yonida yurardim, mehmondorchilik qilardik. Men shuni bizda bilamanki, Mirzacho'lga Qunayev keldi, Qunayev. Hurmatli Sharof Rashidovni 82-yili byustini qo'ydi. Mana bizning Karimov prezidentimiz u kishini nomini yana ulug'ladi. Shunda
haligi Qo'nayev kelganda Begim Serikchi rahbarlik qilib Toshkentga borib Qo'nayevni kutib oldik. Jizzaxda kutib oldik. Undan keyin Mirzacho'yliklar bilan uchrashtirdi. Demoqchimanki, u kishining hayoti nanki rahbarlikda, balki mana shunday bir katta tashkiliy ishlardan katta. Men bitta narsani aytib o'taman gapini. U kishi nanki katta rahbar. Olim. Balki mana shu dehqonchilikni dehqonlardan ham yaxshi biladi. Dehqonchilikni. Bir marta mana shu ozgina haligi tabiatni ham zakasnoy ubiytstvasi bor. Ko'z tegadimi, nazar qiladimi? Mani o'sha ozgina bir 500 gektar paxtamni hali do'l urdi. Jala. Bu qachon 6-iyunda mana dehqonlarimiz o'tibdi. Paxta bir qarish bo'ladi. Hamma viloyat kattalar kelib mana hozirgi prezidentimiz kelib har kunlar yo'q. Paxtani tuzamiz, boshqadan ekanmiz. Endi men aytdim, ustoz o'zingiz bir narsa bering endi. Bir narsa bering. Hammani bosh qotgan. 6-iyunda haligi nam yer degancha 15-iyun bo'ladi. Bu paxta eksak bo'ladimi yo'qmi? Keyin aytdiki, bu paxtani shunday borib o'g'ircho'kka o'xshab turdi, o'g'ircho'kka. Hatto bironta farq yo'q. Shunday olib ildizini ko'rsatib, buni ildizi bir qarish-ku. Buni bas kultivasiya qilib dori ber, bu haligi ekkandan ham zo'r bo'ladi. Mana shundan keyin biz shu ishni qilib birinchi bo'lib bajardik. Shuning uchun demoqchimanki, bu odam nainki olim, nainki rahbar jonqiya, balki o'sha paxta g'alla bilan tili bilan gaplashadigan edi. Biz bu kishini doimo eslaymiz, joylari jannatda bo'lsin. Mana sizlarga, o'g'illariga, nabiralariga hayotda mana shunday bir ajoyib, mana shu qog'oz bo'lsin, doimo mana shu bugungi esdalik kuniga, xotira kuniga kirgan shu katta rahmat. Butun Mirzacho'y ahli nomidan, Mirzacho'y nuronlar nomidan rahmat. Endi iki inson bor o'sha yerda. Yego'gida Begim Serikchi Sulton Segizbayev atındagi o'zi ochgan savdoning eng bir og'iz brigadalari, uyg'urlar ishlari. Ikki odam keldi, birovni Alloh bilan birovni yo'llashagan. Yego'gida so'z beramiz, ular boshqacha so'zlaydi ko'rasin degan. Rahmat ko'rgan. Assalomu alaykum, hurmatli ko'pchilik. Bugun ajoyib ahlamiyatlar qabul bo'ldi. Biz 70-yilda bir maktabda savdoda direktor bo'lgandan Toshkentga kelgancha birga ko'ramiz. Xudoga shukr. Har yorug'i bo'lmasin, uyida bo'lsin, qayerda bo'lsin, kelib oldik. Mana arvohlarni siylab bolalarga ta'sir qilib, katta rahmat. Yoshlarga qabul bo'lsin, boshqa bolalarga o'rindagi bolalarga sog'lik salomatlik hammasiga tinchlik rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rishlar. Men bugun Begim eslatamiz. Begim to'g'risida aytaversak, bu so'zlarda bo'lmaydi. Men Begim qo'lida 30 yil tarbiyaladim. Shu Begimning birga жұмыс істеп, masalanni dehqonchilik, yer oqsog'ini, yer oqsini. Shu joylarda so'rab prezidentni o'qituvga qaytib tarbiya qilgan bo'yicha ko'p nasihatlar, angliyalar aytadi. Shu qonunda жұмыссыз жүргендерде ko'plab degan nasihatlarni aytganlar qolgan bolalarni o'qit degan. Sultan Gül'ün öğretim hanım Özbekistan Prezident aparatında жұмысы oldu. Sonra Begim'in nasihatı, Begim'in aytатын sözleri, aparatları bu eş başkan bir prezidentlerin esine çıkarmaydı. Özü Segizbayev savcılığının bärbir köylüsü şu Begim'ni esine oturmuş. Yarı sodan biri bu Begim cennet adam. Cennet adam degeni akademik profesör.
alımlar cennet esiri aşık dedi. Mine kulağımızı Allah'tan mine beni cennet adamıydı. Mine sonunda bugün yeğenli esiri almak dedim. Mine ballarına rahmet edin. Mine Muhammed yeğenli balları mine erkeğin yolunu versin. Şu erkeğin terbiyesini almak için, erkeğin esiri olsun. Ömrün bayanlı olsun. Erkeğinin izini versin, yolunu versin. Olsun da yeğen aranası kısmında ömründe Allah'tan bayan kılsın. Tek casıplar ise sağ olurlar, aman olurlar, yeğen, yenge, yeğenler geçişleri ve Allah'tan nasip etsin, cennet olsun. Heriniz aman olsun, hastlar aman olsun, diğer halkımız aman olsun. Şundan böyle bir dinin Özbekistan Prezidenti nazarında tutan adam. Bu degende Özbekistan Prezidenti kuvvetli, katta kuvvetli imkanı. Sonunda adam, cennet adam. Sağ olunlar, sağlamanıza rahmet, aman olunlar. Hürmetli kavim, bizim adagerlerimiz bari özlerinin жақсы ниетін айтқан. Олар осы жақсы ниеттерін бәрін естелік kitaplarda жазып берген. Bu біздің müzəşirдің zalatoy фондары бұл, жігіттер. Рахмет сіздерге. Мен өзім тарихта бір сондай жағдайға түсіп қалдым. Өңше үлкен адамдармен бірлесесім, ең жақсы мен болып қалдым. Müzəşirдің tarixini жазу керек болды. Bekeng'e üçüncü kitabını arama gerek oldu. Her gelip mağan, doğru gelip kaldı. Ben kalayımla kalamayımla bu kitaplarda okup, olsa cadeden çıkıp getirdi. Özüm öbür ülke жұмыс etmedim. Olman gelişe olsun erseni atladı. Ben bekçiler için kadır, buna kökündür, köp türlükten ait etti. Ben bir kitaplarda okugandan keyin ma'nisi bir üç türlügini aytmoqchiman. Bektirishning Mirzachilim mening atam ekenim degan kitobini o'qisangiz, ichida qanday qilib Gagarinning eskirtkishin boshlagan, uni qalay bitirgan yozgan o'ta bir qiziq angimalar bo'lgan. Birinchi Gagarin qalasini sol 1974 yılı irgetasını koyup Gagarin kalası болады deb осы жерде Gagarin'in eskirtkişi болады deb bir tana koyады. Железо бетонlu. Сол нәрседен кейін 74 yıl, 80 yılı Leningrad қаласында мүсіншілердің bir үлкен сарайында біздің Gagarin'in eskirtkişi bajarılады, құрылады. Сол Өзбекстанға келгенде Ташкент қаласының атқару комитетінің төрағасы СККП Өзбекстанның алдына Гагарин майданы қылып, космонавтика майданы қылып сөйлеп қоямыз деп алып қояды. Келмейді, ескерткіш жоқ. Кейін Бекеңнің бір әдеті бар ғой. Бекең мемлекет басшысымен профессор Рабовшыға дейін сыйлады барады. Бәрімен байланысты. Сонда Бекең Шараф Рашидовичке шығып кетеді ғой. Біздің ескерткіш қайда? Елге не дейміз? Космонавтарға не дейміз? Олар Ленинградтан жіберген. Сөйтсе Шараф болып айтады ғой. Я барып жайына қойып бересің, я болмаса біреуін басқасын істеп бересің. Сонда бірінші Рәпсов деген мүсінші бізде. Одан да үлкен болып, 9 метр болып, 30 тонна алып бажарып береді. Сонда Шараф болған алдына қаланың бастығылары не дейді? Біз беретін едік дейді, бірақ астындағы фундаменті жоқ екен. Оны қашан барады деп қойып өтіп деген ғой. Сонда Бекімсіз күні түні 24 сағат отырып, уже размерін бергеннен кейін соның астына дайындайды. Заитов деген архитектор болады, облыстан кейін өзінің деген бір дос болып қалған бір профессор архитектор болады, Афанасьев Александр деген. Сол
екеуі үшеуі тұрып bir ayda dayındап koyalım. Sütüp 81 yıllık Asmanat Tüken'in 20 yıllık toyuna eskirtiş açlardı. Ne Bekir'in tırlığı. Onu onca kolundan gemiydi. Alın bir tırlığı, söylediği bize Selinlik деген kuruluşların sarayı var, Medeniyet Sarayı. Onday saray rayonlarda yok, tek oblaslarda var. O kayaktan geldi. Bir gezlerde Yercar Safkostroy Pres sonun kalan yüzleri boğan Makhalikov dedi. Vladimir Fyodorovich. O Makhalikov min matkoz SSR'ga ministr olub ketdi. Degan çoğunu size paradı. Sen Prestes degende başlayırdın bana. Kaydı mısın? Sonunda 3 milyon rubl karşı gerek var. Sonra Moskvadan var, öz akıllı. Şia'nın Özbekistan'ın sekreterlarına gelip Bekir'in aldığında sonra senin tukurumda hizmetin var. Sol esketmiş karşı tur. Gördüğümde ana yemekleri var. Buna 1978 yılı birinci harçı olup geldi. Şu yılı avlamda şu tümde iyi gelen adagerlerge suçlara birinci esketmişi Aktasan'ın aldı koyar. 3 mırak koyar. Bari oblasta, rayonlarda her bir yerde zaten o esketmiştir. Bize ödü söyledim. Bunu benim yemeği. Ben olsuna size bunlar ayıplar, yemekleri ayıplar. Bugün sonuna demedi. Ondan keyin жерде жақсы агротехникасын жөндеу үшін бекітілmiş бірінші рет горизонталь дренажды қолдайды. Супергигант деген Германиядан аппарат алып келеді. Соны бірінші рет қолдайды. СКК пресстің бір адам келіп қалады дегенге. Соны сол өтініш қылады. Одан кейін малды баққанда мәселен шөп өсіретіндер басқа, шиға қарайтындар басқа. Arasında байланыс var, келіспеушілік var. Karma yetiniyse men bereli, karma yetiniyse sütke жауап бермейді. Sonunda Bekir'in birinci ret biolog составын білу керек деп лаборатория қылдырады. Москвадан келеді лаборатория. Сондай алымадан болған. Bekir'in мен бір өзім оқып қызыққаным бар. Bekir 3 нәрсеге қызыққан. Бірінші қызығы өзінің Sultan Segizbayev атындағы совхоздың келешегі. Соған қызыққан. Үлкен жұмыстарда жүрсе де, сөйерге қайтып директор болып келе берген ғой. Екінші қызыққаны Мырзашыл Тұманның әкімшілігі. Өздік құрбан, Сатай Кермештен қабыл қылған. Екінші. Үшіншісі ғылым. Осы жерге келді көрдіңіздер. Мырзашылдан 2002 жылы келген болса, 2003 жылдан бастап осы Сырдария университетінде ең белсенді ғалым болды. 2010 жылы докторшілік жақтады. Көкеміз сондай адам болған. Мен қазір кеше бақытқа айттым. 2 ақпан 1987 жылы 2 ақпан күні Бекең екінші рет Сегізбаев совхозына директор болып келеді. Осы күні. Сондай тура келіп жатқан цифра бар да, бұл Құдайдан. Бекең со өзінің ұмытпайды. Бізді арамызды кім қосып жатыр? Бекеңнің личності қосып жатыр. Бұл кісінің интеллекті өте күшті. Мен бір кездер өзім жаспын, бетеп қарайтын едім де, облыста бір 2 адамға 5 кетсе болады дейтін. Біреуі облыста агропромның бастығы Расул Матусанов, біреуі Бекімсерші. Бұлар қасымызға келеді, бір калькуляторды алып, неден бастадым, не аласың есептеп береді, көзін ашып тұрады. Қара, көргендік тұрарам бұлар. Енді Бекеңнің кітаптары қазір, Бекеңнің ғылымдары арқасында қалды. Бірақ бұлар өлмейді. Мен маған бір күн шақырып, Бекімсерші қайсы болғаннан кейін, бір Мырзашылдың тарихын жазу керек деді, үлкенді. Мен соны айттым, Мырзашылдың тарихын жазса болады.
Egizerçi kitabın negizini alу керек. Мырзашыл. Başka adamlar var mı söyleyin? O Atan Ekörüm деген kitapta negizini alsa болады. Şunda o kitapta kayıt bilemiz dedi. O kayıt bilemiz dediğin men özbekçe'ye perevod qilib bilim dedi. Sütüp sonra negiz qilib Mırdaşın Ama деген kitap çıktı. O Respublika'da soramayan adam çok. Apar diye oldum. Öte küçük çıktı. 588 var. 588. Yerine olsa narsa burada toplanan yok. Kökeminin yemlerin biz yakında tabi rivajlandırıp özel bir albüm jasadık. Tarihi albüm. 224 baraktan ibaret A4 baraktan. Albüm olup Mırdaşı'nın müzeyine verdik. Böyle kitapta Çiğmay kalan adamların var, Kazakistan'dan ciğistirip Halbay degen işimiz var, Çolumağ'a geldim verdi. O Kazakistan'ı yönetti, ben Özbekçe'yi yazdım. Süydüm albümde yaslap çıkardık. Müzeye barzanlar Mırdaşı'ya köşelikler olardı. Ben söyleyebilirsem acışı bula. Bırak, Osman'ı toktatmasın. Osman'ı toktatalım. Ama ötmenlerimizin ben tutarak rahmetini alsın. Rahmet. Leylan cennet olmasın. Onlardan gözü bilmeyin kalan günahlarını keşirsin. Ahiretten abat kılsın. Rabbana atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Bi rahmetike ya erhamer rahim. Bäriniz yaxşısını dilerim. Erge sol Mırdaşçılar görüp atından. Benim seyirçtim muzeyden bir portretine koşulmayın akıyordum, Allah'tan taptıralım, Mırdaşçı Tuğan'ın adına. Sonra özüm sıra olarak getirir misiniz? Akıt falan. Muzeyden koşulmayı sağlık etti. Dostluk ordunu algan günü. Rahmet. Dostluk ordunu algan günü. Rahmet. Bizge destin çıkarmayın. Kazakistan'da akıt taptırıp etken bu. Erge yurttular kelime oturup tırnadı. Bu sağlıklı toprağında öskönünüzde, bizim kurbanımızda, endi onlarımızda, siz falakete aktarmışsınız, tarihde bıraktırdınız. Sizin aktarlarınız sorsa, annemizin edemi şikayet sorsa, yurtun taşı oturup tırnadan sorsa, kebirinin elleri orada turup tırnadı. O anne söylüyor da turup tırnamaydı mı? Sizin sözünüz o. Tasarayı turup tırnadı. Bugün mü? Rahmet size. Bu şapan, kokumuzun şapan. Aletta, onlardan, Osman Jaksan Belediye'ye kısa sual bir olsanız ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yastavi ashabun nari ve ashabun cennet. Ashabun cennet هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Kudret güçlü, meyrumun Allah'ın sözü hasret Kur'an salı. Ayaklarınızdan saklanını soğuk koşu. Sizlere müddet şaraplarına. Aynalar koyup çatan cennet ol. Bak dostlarının niyetleri kabul olmasın. Kim burada bağışlayıcı sen bir ret karşına basın, 5 ret kadar oturup, sonuçta bak senin özün orada var. Hürmetli yaşlar, әрине бұл той емес. Мерге полиция сөйлейді, одан кейін бәрі айтады дейтін, болмаса билет дейтін. Сөйлейтін адамдардың саны көп, бірақ дегенменен осы жерде менің бек мүгім нағашылар отыр.
бүгін нағашылар отыр. Құрметті жақсылар, мен осы жерде бақытым отыр. Бақытым қайдасын? Бар орындар тұрды. Жерін сыйла, ақсұттарды ақсұт үшін ананың нағашын сыйла дегендей ең жағынан халық нағашы. Сондықтан қасыңызға өзіңізден жолын көндеп келіп сөйлейін десе, қасыңызға шақырыңыз. Мен сонау Шардарадан келіп отырған, мен өзім Ұлыбритания жекшемнің інілері, келіндері отыр. Сол інілердің жолын көндеп қарай шақырамын. Содан кейін бар, сәрген ба? Содан кейін әйел жерден шыққан жоқ ол адамның баласы, еркек жерден шыққан жоқ ол адамның баласы дегендей. Бұл үйде де құдағилардың саны баршылық. Құдағилардың ішінде менің мынау Лауя бүгін үйіндегі жекшем отыр. Қайдасыз, барсыз ба? Бойыңызды көтеріңіз. Мынау Бақтырымның көкесі, осы рудың жайлап жақындатып келе жатырмыз. Бір есеуге домбыраңызды алып, мен қасыма келіңіз, көкемізге деген бір түйіп күйді төгесіз. Ал бұл жерде құрметті жақсылар, құдалардың саны менің мына жерде Мырзам, Насыр, және Гүлжамал апай бар ма? Гүлжамал жекше бар ма? Тоштасын бұл. Жоқ, ол кісілердің барлығында ататап қойыңыз міндетіміз, бірақ бар адамдар сөйлейді. Бірақ тұшқалайық, себебі көп партияда уақытша әрекет келе жатыр. Микрофон бойға қараймыз ба, жолға қараймыз ба? Сабаққа қараймыз ба? Мамадан келешекте қараймыз. Рахмет. Құрметті көпшіліктер, бүгінгі мынау менің құдаларым, ата-бабаларына, ұрпақтарына, әке-шешесінен Құран оқытып жатыр екен, құда қалса қабыл болсын. Ол кісілер бір аманап жатқан шығар, риза болуына, бала-шағасына, ұрпақтарына. Сол кісілердің құрметіне осындай тақырыптан бергендер бала-шағасына рахмет. Алла жар болып, Алла қабыл етсін Құрандарында. Торпағы торқа болсын жатқан жандардың. Саламатсыздар ма, құрметті жиналған қауым. Мынау бүгінгі астың иесі, өздеріңіз естіп Тереховтар әулетіндегі артында қалған Бақтияр бастаған топтар мынау ата-анасына, әке-шешесіне, туған туысқандарына ниет қылып берген астары қабыл болсын. Бұл әрбір ата-ананың тәрбие берген балдарының ата-анасына деген мейірмандығы деп білемін. Бұл әрбір азаматтың парызы. Ниет қабыл болсын. Құрметті ағайын жекжаттар, бақыт, мынау өлі разы болмай, тірі байымайды дегендей ата-бабалар бақтырған, Құран оқытып, Құран бағыштап отқанына рахмет. Енді апамыз, мен жездеміз Бегім, төрт ол екі қыз өсіріп, бәрін өз құттықтарына қондырып, өнегелі ұрпақ қалдырып кетті артына. Енді аты жақсылық болсын, ағайындар. Ниет қабыл болсын. Астыңғы көпшілік бүгінгі Құранның бәрі қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, көпшілік. Енді басқайдай ниет қабыл мұратасы болсын. Мен алдында сөйлеген кісілерге кейін сөйлейтін қосылмайды. Асыға адалдық берсін, басына амандық берсін. Көше берсін әулетін, қаса берсін әулетін. Қашанда әулетін қолдасын. Шаңынан бақ, басына бақ құрынасың. Ал ниеті қабыл мұратты асыл болсын. Мынау алдымызға беріп көпір айтып тегіп, Құдай қаласа болғандардың аттары сүрінбесін. Әрбір болған өз еліне өз кесі, семьясына ол жол болмайсың. Рахмет. Тағы айтатын, ниет қабыл мұратасың. Рахмет. Ниеттеріңіз қабыл болсын.
берейін жатқан көкпарыңыз жақсы тамаша әдемі көкпар болсын, тамаша қылайық. Сіздің үйге тек тоба берейік. Құрметті жастар, кім нашы бір минут тұрасыз. Көға, сүндет көгі, тұратыңыз. Үмбет көгі. Жоқ, үмбет бөлек, сүндет бөлек, үмбет. Құрметті жастар, міне осы үйдің құралары және де сөйлейтін адамдардың саны көп. Бірақ дегенмен, бүгінгі болып жатқан іс-шараның өзі осы аспер проновты болатын болса, артқа көкпарға жасап деген. Біздің сыр бойындағы қазір көз тірі қалған шабандоздардың ішіндегі ақсақалатан жүрген, кезіндегі шабырған кілем қарамлап, кәдімгі көп тағым біздің ата-бабаларымыз көкпаршы шалдардың тізгінінен ұстап, қолында су құйып, дәрет суын дайындап беріп, қазіргі кезде балалардан дәл сондай құрмет көрсетіп отқан менің ерді бауырым, інім Жасақ Берзақовна. Жасақ, сен бүгін осы жердегі атқа мініп жүрген, атты баққа жүрген, дәл қазіргі кезде келіншегінің қасына жатпай, атты қасына жатып жүрген атбегілердің атынан бір ауыз сөз шығады. Рахмет аға. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ең жақсылар, бүгін жиынға келген, асқа келген ағайын туыс бауырлар, небір ағаларымызды көріп ырза отырмыз. Өзбекстаннан келген ағайындарды көріп. Енді айтарым, мына ниет қабыл болсын Бақытжан. Мына ағамыз бір жақсы сыйлықшы, оның қағасы кім деп сұрайды ағайындар. Мен нағашы деп қатты сыйлайтын, сол сен еріп жүретін азамат едім. Бүгін өзім ақсақал болып қалғанын білмей қалдым. Сол үшін бүгінгі таңда мына келген азаматтар осы Бегім көкемнің жолын берсін жастарға. Сыйлай білейік, сыйлата білейік. Өзімнен ол қыз тұрса, ей азамат, қолды өсір ұстай көрмей алысында жат. Мейірімді таза болса тәрбиесі баланың еркін өсер ақыл еспен. Есті бала тәрбиелі осы көкеміздің жолын қойып, бәріміз бірінші қызмет қылайық. Мына той, алдағы тойда жастарымыз құлақ қалса, олжалы болып, атбегілер сауынды болып, Алла бірімізді мың қылып жақсылығы мол болсын. Ниет қабыл, мұрат асыл болсын ауырына. Аллаху акбар. Рахмет. Жақа біліп жүргім. Жас болғаннан бас болған, жинақтан ер шығарған, менің жауап берген отырушы жерді. Бұл ұсыныс бүкіл көкпаршылардың атынан менің жастар адам сөйлетіңіз деп, ұсыныс жасап отырған жауап берген айтыңыз. Рахмет. Жауап бер саған рахмет. Ал енді Бөрі Иса қазіргі Қызылқұм ауылдық округі, ол бұрынғы Сталин колхозы, бұрынғы Қызылқұм ауданының орталығының жанында тұрған, сол кездегі Ленин атындағы орта мектептің оқыған, мен Бегім көкем бір мектепте оқыған, ол уақытта Ленин атанды, кейін 1 май болды, Есенбек атындағы мектепте оқыған. Сондықтан көке, сіздер бастаған, сіздер оқыған Ленин мектебінде бүгінгі күнге дейін 194 ғылым кандидат шықты. Көке 18 ғылым доктор шықты, 8 академик шыққан екен. Мен солардың көшбасшысы болып жүрген қазір өзіңіз алып жатсыз. Көз тірде мен кәдімгі Бегім көкем тұрмыс көріп жатсаға мақтаймын. Қазір ол қыздарын қосқанда біз 1 миллион болдық деп алғайлар мақтанып жүр ғой. Бірақ 1 миллион алғай сізді мен құша мақтай алмайды, мақтан алмайды. Микрофон сізге.
бәрі сөйлейді, соны бәріміз бірдей тұрамыз. Бәрі бақат үйге сөйлеп, бәріміз бірдей тұрамыз. Кейін артынан мынау Құран оқылады, содан көкбасшыларға жол тілейміз. Сіздерге де жол тілеп, елең нәтиже жеткізулеріңізді тілейміз. Бірақ шерифтер, Бақтияр, Мырза, Марат, Жұпар, тағы келді, атасаларда шерифтер. Қадірменді ағайын туыстар, мынау Тегін ағаның асына қош келіпсіздер деген тілек айтып рұқсат етіңіздер. Бақыт мырза, айналайын мынау көргендігімді көрсетіп, елдің құрметінде жүрген Бегім аға мен жеңгеміз Ұлыбайсынның асына елдің қаймақтарын шақырып ас беріп атсын, беріп отқан асқардың ниеттерін қабыл, мұратың асыл болсын дегім келеді. Бұл кісілердің жатқан жері жанаттан, топырағы торқа болсын. Жалпы жаңа Өзбекстаннан келген ағайындар Бегім ағаны қызмет істеп жүргендегі кезін баяндап берді. Мен сол жастық шақтан бір еске түсірсем деп отырмын. Bir sekund. Жігіттер, отырыңдаршы, сепаратистер отырыңдар, қысқа тұсқа, отырыңдар. Сол 61 жылы Алматы ауыл шаруашылығы институтын сәтешке бітіріп келіп, Мақталда 33-ші училище болады. Сонда менің ағам училищенің директоры соған шақырып, сол жерде Бегім ағам трактор автомобиль деген пәннен сабақ беріп, кейін консорт болды, одан кейін жаңа оқу ісінің меңгерушісі болды, одан соң аудандық партия комитетіне қызметке ауысып, одан кейін МСХ деген жерде инженер болды. Жаңа Бегім ағам үйленген кезде Ұлыбайсын жеңгеміз жібек болса, Бегім аға төлеген болды. Мен жаңа 64 жылы Москвада Кремль сарайында қазақтың опера әні Қыз жібек операсын айтқан едім. Сонда Ұлыбайсын жеңгеміз тойда отырып былай деген: жүрушем мойын бұрмай тірі жауға, тағайдың қолын созды мұсылманда, қосылса арман жайлы құшақ, мен сендік арғы жауын өзіңдерді сене құрып, содан өсіп өрген ұл қыздары әке шешесін құрметтеп ас беріп отыр. Одан кейін Мұрзашөлде көп қызмет жасап келді, оның бәрін жаңа өмірдеріктерінде айтты. Одан кейін келгені кейін Сырдария университетінде экономика ғылымының сабақ беріп, профессор атағын алды. Мақталы совхозының орталығында мәжіліс депутаты болып, мен 2 мәрте сазығының сенімді өкілі болдым, айналайын. Содан көргендігі бар, елдің арасында құрметі бар, осындай үлкен дәрежеге жеткен Бегім ағамыз. Құрметті көпшілік, менің бір өтінішім бар. Бегім аға Сериков, Қызылқұм ауыл әкімшілігі бұрынғы 20-шы совхозында бұрын Ленин атындағы орта мектеп деген мектеп бар еді. Соны кейін бір дейіншілдеп Сарыарқа мектебі деп ауыстырды. Ол Сарыарқаның жері емеспіз ғой. Сондықтан мен осында аудан әкімшілігі басқа да үлкен лауазымды жігіттерге өтініш жасағаным, сол Сарыарқа мектебін Бегім ағамыздың атынан берсе, как профессор ретінде ол үлкен құрмет, үлкен сый болар еді. Сондықтан мен ойлаймын, осындағы асық атқан жігіттер қарсылық жасамайтын шығар. Тағы да міне әкімшілікте мен елшілік түрістігінен басқа ешкімді көріп тұрған жоқ. Соны әкімге жеткізіп, осыны қолға алуыңызды өтінеміз. Баршаңызға айналайын, жүз жасап, тіле тұрғанша тұрыңдар. Қазір енді мынау Бақыт мырза айтып жатыр, көкпарға шығамыз деп. Көкпарда табыс тілейміз, аман есен болайық. Рахмет бәріңізге.
қосылып, бүгін аталарымызға, бабаларымызға, папа-мамамызға біргелес бір ас берейік. Папам қайтыс болғанына 5 жыл асты, мамам қайтыс болғанына 2 жыл болады. Енді атамыз, әжеміз алдында қайтыс болғаннан соң бірізінде осылай бармалаушылар елге жинап, елдерге жүріп, содан осы биыл кешегі Алла Өсімі диқаншылық болды, мақтар болды, басқа болды, кішкене соны бәріматтан осындай асқа үйірсінде осы аспен ұйымдастырыламыз. Оны әрине барлық кісілер мүшелеріне тұрған, одан келген olan кісілер үлмері бар, олар солар бәрінің атынан мүшелер бүгін келіп, ең бастысы Өзбекстаннан, Гагариннен, Ташкенттен келіп отырған кісілер, сіздерге үлкен рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, мына ортада бір-екі таможняда өтіп, оның бәрі әрине қазіргі уақытта сәл оңайлы болып қалған, бірақ уақыттарыңызды бөліп, жастарыңызға неге қалмай келгендеріңізге үлкен рахмет сіздерге. Ары қарай мына жерде ағаларымыз, көкелеріміз Шымқаладан келіп отыр, Шымкенттен басқа елден келіп отырған кісілер бәріне Сарыағаштан, осы ауылдан, Ақсақалдар, одан ағайындар, жолдастар, мына жерде құдай жекжат, нағашы, жиен барлығы келіп отқандар мына жерде сіздерге үлкен рахмет. Мынау еске алу ас деген нәрсе кішкене осындай не өтер. Бақыт үлкен үлкен рахмет, өзіңіз басшылық жасап, бұндай не өткізбіз. Осыдан кейін мынау көкпар дейді жаңағы қауым өзімізше көкпар күндері жоқ, мыналар папам немерелері алға қойып, еске алып, кішкене көкпар берейік деп ұсыныс жасап, соны бізден қолдадық. Көкпарға өтіңіздер, көріңіздер, мына елдің ішіндегі шабуылдастар бар, атберлер бар, бізде соны көреміз. Ең бастысы сіздерге үлкен алғыс білдіремін, бәріміз мына серіктердің әулетіне. Екінші, үйлеріңізде тек жасып болсын, тойгершілік болсын. Біз серіктер әулеті сіздердің жастықтарыңызға қызмет жасауға әрдайым дайынбыз. Аман болыңыздар. Мына жерде Жұпар шешем қазір келіп отыр Алматыдан. Сізде бір-екі ауыз сөз айтыңыз, жаңа Мырзан Құлан не болды екен? Құрметті көпшілік, асқа жиналған қауым, сіздерге үлкен рахмет айтамын. Біздің әулетімізді сыйлап, қайнағамызды, абысынымызды, анамызды, әжемізді, және де менің жолдасымды сыйлап келген кісілерге үлкен рахмет айтамын. Мына бұл айтып отырған көкпар аман есен өтсін, көкпаршыларға табыс тілеймін. Сіздерге үлкен рахмет. Тағы мына жерде айтып кетейін дегенім, кешегі осы қанша жылдан бері папамның өз жасаған 2 кітабы бар, одан кейін еске алу кітабы бар. Кеше ғана осы 1 қаңтар күні Мақтарал газетінде үлкен бір мақала жазылды. Соның бәрін авторы көшеде отырған Жолбас Төлеушевке алғыс білдіремін. Үлкен рахмет. Мына жерде Өзбекстаннан келген, басқадан жерден келген адамдар тек мақтап рахметін айтып жатыр. Үлкен рахмет сізге. Болды біздікі көңіл. Қырқалы шапан, тұрғырмыз жеріміз. Нағашыға келген шапан келсе, ел баланы басталған кезде тойып үлкен бата бермеді. Енді қазіргі кезде мынау дастарханға басады. Біздің қазіргі албыз ақсақалымыз. Аумин. Асқа береке берсін, тіріге жүрім берсін, өліге иман берсін. Міне бүгін ата-бабаның аруағына, ата-ананың аруағына арнап ас беріп, Құран аяттарын оқытып жатқан мынау Бегім Серікұлының ұрпақтары өлі өссін, аман болсын, ата-бабаларын бұрынғы өз көрген жолмен сыйлап, құрметтеп, осындай
жағдайлар жасап атқандар үшін көп жасасын, әкенің жолын берсін. Не дейміз айналайын? Мынау Құран сауабы, берілген астың сауабы, әруақтарға бегім менен ұлбесінге тие берсін. Солардың жатқан жері жарық болсын, жаны жәннетте болсын, топырағы торқа болсын. Аумин. Аллаху акбар. Кезек Құранға. İmam. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ettehizu min dunihi aliheten li yuridnirrahmanu bidurrin la tughni anni şefa'atuhum şey'an ve la yunqidun. İnni izen lefî dalâlin mubîn. Sadakallahul azîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnni amantu bi rabbikum fastaghfiruhu lil cennah. Qala ya laita qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi ve ja'alani minal mukramin. Sadakallahul azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve qâle Nuh Rabbi la tadar alel ardi minel kâfirîne dayyâra. İnneke ya tadruhum yudillu ibadeke ve la yelidu illa faciran kaffara. Rabbi gfirli ve livalidayya ve liman dakhala beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidil zalimine illa tabtara. Sadakallahul aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad illahus samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuwan ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq min şerri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Teala okun Kur'an'ımızın sağlığı. Ata baba, baktım ata baba acı devletlerine baksa, okun Kur'an'ımızın sağlığını serip Cünusulu atamızın erbağına baksa, altına ikinci oy kızı Ecemal Çavuk'ta ecemizge baksa, Saparkan Sergül ağamızga baksa, Ardaktı ete ataqta cekeriniz, Egim Sergül'üne baksa, Ayavlı Akşavuk'ta anamız, ol versin Tursun Murat kızına baksa, Okan Kur'an'ımızın sahibini, Sergüp'te devletlerinin karşısında bakılı olan projektlerine, Nagaşı jiyenlerine, және zamandaş olan ata-enelerine, tuğan dostlarına, Allah'tan vaktin
kayın yurtlarına başlap, Seyrek evletine, seyrek atadan payda bulgan bağlarımızga Allah Teala bir sağlık, bayandı bakıt, her bir şangrağına şatlık eylesin. Bir vatan sadaka kabul, murat asıl, Allah bilgilerinizi versin. Yerimiz tanış, yer azamatımız da aman, Allah parçaga sabır versin. Allahu Ekber. Rahmet eylesin.